Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз е дыбысымен әрпін жалғастыратын боламыз. Балалар, қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Ер, ерте, мен, емен, сен, есен, терме, терезе. Балалар, бұл жерде е әрпі сөздің басында, ортасында, соңында кездесіп тұр. Жақсы, келесі сұраққа жауап берейік. Мынау не? Мынау емен. Мынау терек. Мынау ер-тоқым. Жақсы, келесі бетіндегі 3 торкөзге қарайық. Бұл жерде сұрақ қою керек. Біз қалай сұрақ қоямыз, балалар? Бұл жерге сұрақ қоямыз. Сенің атың кім? Ерлан. Сен атаңа кім боласың? Немере. Ертегі қалай басталады? Ерте, ертеде деп басталады. Жақсы, балалар, олай болса, келесі жаңылтпашты бірге айтайық. Есет атам ет асатар. Ет асатса, 5 асатар. Жақсы, енді буынға бөліп оқиық. Есет атам ет асатар. Ет асатса, 5 асатар. Жақсы, балалар, астындағы берілген әріптер мен сөздерден бір сөз құрауымыз керек. Қане барлығымыз құрайық. Есен, емен, ерте, немере деген сөздерді құрауға болады. Жақсы, жандағы суретте қандай ағаш берілген? Емен. Дұрыс, емен сөзін буынға бөлейік. Емен. Жақсы, емен сөзін дауыстарға бөлейік. Дауысты, дауыссыз, дауысты, дауыссыз дауыстардан тұрады екен. Жақсы, балалар, олай болса, келесі астындағы мақалды дәптерімізге жазып аламыз. Ер қанаты ат. Жақсы, балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңдар.